Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қаймақты соуста фрикадельки әзірлейтін боламыз. Яғни фрикадельки в сливочном соусе. Бізге керегі тартылған ет, пияз, бір жұмыртқа, шампиньондар және де сливки. Дәміне қарай тұз, бұрыш. Ең алдымен тартылған етімізге пиязымызды ұсақтап, төрт бұрышты етіп турап алатын боламыз. Пиязымызды ұсақтап турап салып алатын боламыз. Оның үстіне жұмыртқамызды жарып салатын боламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қоссаңыздар болады. Және де аскөк салсаңыздар болады. Мен аскөкті салмадым. Енді қолымыздың көмегімен жақсылап тұрып мыжғылап, бір келкі болғанша тұзы және бұрышы сүну үшін жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Міне біздің фаршымыз дайын болды. Енді осылай қолымызбен кішігірім фрикаделькілер әзірлейтін боламыз. Міне фрикаделькілерімізді дайындап алдым. Енді табамызды отқа қойып, ішіне май құйып, қыздырып алған соң, осылай фрикаделькілерімізді салып, екі жағын қызарғанша қуырып алатын боламыз. Пісірмейміз, жай ғана кішкене қызарып қуырылуы керек. Міне осылай. Одан кейін екінші жағына аударып, екінші жағын қызартып алатын боламыз. Міне біздің фрикаделькілеріміз қызарып қуырылды. Енді ыдысымызға салып алатын боламыз. Енді саңырауқұлақтарымызды жақсылап жуып, сыртын ашып, осылай турап алатын боламыз. Қазақша контентті қолдап, менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де мен бір сарымсақ қолдандым. Осылай сарымсақты басып, төрт бұрышты етіп турап алатын боламын. Енді жаңа пісіп шыққан фрикаделькінің табасына ең алдымен сарымсағымызды қуырып алатын боламыз. Сарымсақтарымыз кішкене қуырылған соң, үстіне саңырауқұлақтарымызды да салып, жақсылап қызартып қуырып алатын боламыз. Міне біздің саңырауқұлақтарымыз қызарып қуырылды. Үстіне сливкимізді құямыз. Және де кішкене қайнаған суымызды құйып, жақсылап араластырып, дәміне қарай тұз, бұрыш қоссаңыздар болады. Содан соң фрикаделькілерімізді салып, бетін жауып, жай отта 20 минут бұқтырып алатын боламыз. Фрикаделькілеріміз дайын болғанша, енді гарниріне кірісетін боламыз. Гарнирімізде менде күріш. Осылай ыдысымызға кішкене май құйып алып, үстіне жақсылап жуылған күрішімізді салып, бір қуырып аламыз, осылай араластырып. Дәміне қарай тұз салып, үстінен су құйып, пісіріп алатын боламыз. Ең алдымен қатты отта суы тартылғанша қайнатып алатын боламын. Суы тартылған соң, жай отқа қойып, 15-20 минут бұқтыратын боламын. Міне біздің фрикаделькілеріміз дайын болды. Енді гарнирмен бірге ұсынсаңыздар болады. Жасап көрсеңіздер болады, сіздерге міндетті түрде ұнайтын болады. Дәмі өте ерекше жасалынған. Жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған мен Айдана.